Артық дүкендердің ашылып тұрғанын көрмедік. Адамдар бостан-бос ерігіп жүрген жоқ. Жүрсе, өз денсаулығы өзіне керек. Ешкімге ешқандай тосқауыл қоймаймыз. Қайдағы карантин? Еш жерді жаппадық. Қарасам, халық мұны жақсы қабылдады. Тіпті Минскіде де. Қыста көрдіңіздер ғой. Көшеде, алаңдарда адамдар қаптап жүрді. Қазір себепсіз жүрген бір адам жоқ. Олар түсінікпен қарады. Бәрін біліп тұр. Ешкімді пәтерге кіргізіп, сыртынан кілттеп кетудің қажеті жоқ. Табытта қалғандай қамалып отырудың мәні не? Әркім өз өміріне өзі жауапты. Соңғы кездері оқшаулану деп бәрін мезеттік. Ашығын айтқанда біз ешкімді оқшаулап отырған жоқпыз. Біз амбулаториялық емдеу жолын таңдадық. Дәрігер қажет деп тапса, әлгі науқасты оқшаулаймыз. Бұл менің қойған қатаң талабым. Құжаттарды реттеп, арнайы база жасау тапсырдым. Егер күдік туса, емханаға жатқызамыз. Бірінші, екінші деңгейдегі науқастарды стационарға орналастырдық. Пневмониямен ауырғандарды да емханадан шығармадық. Науқас 3-5 күн сонда болады. Дәрігер бәрін көріп тұр. Мен көрген білгенімді айтып тұрмын. Ол адамды онда қамап ұстаудың қажеті қанша? Әрине. Сақтануымыз да абзал. Біз оған құжатты қолына қыстырып береміз. Ол қол қояды. Ал дәрігер онда 3-5-7 күн еш жерге шықпаңыз деп жазып береді. Бұл былай қарап тұрсақ, амбулаториялық ем. Оны бақылауда ұстаймыз. Уақытында емдейміз. Дәрігер келіп, ем-домын береді. Екпесін жасайды. Милиция оның бәрін қадағалайды. Азамат осы 3 немесе 5 күн бойы үйде отыруға міндеттеледі. Яғни бұл карантин емес. Бұл амбулаториялық ем. Дәрігер осы уақыт бойы науқасты емдейді. Ескеретін жайт, Владимир Степанұлы, мына айтқанымды дәрігерлерге жеткізсеңіз. Біздің беларустардың қанына сіңген нәрсе бар сондай. Құрсыш одан да сақтана салайын дейтін жаман әдет. Қазір ондай кез емес. Кейбір дәрігерлер адамдарға 14 күн үйден шықпасын деп жазып береді. Бір жері жауып отсын. Зиян аз дейді. Ешкім 14 күн қабырғада қамалып отырмайды. Сауығып келе жатқан, немесе тіпті де сау адам емес пе? Қанша күн керек, сонша жазында. Бізде осы кезде 30 адам қайтыс болды. Бұл статистиканы Дүниежүзі денсаулық сақтау ұйымы біледі. Бұл 30 адамның біреуі де тікелей коронавирустан өлмеді. Оған дейін де болған созылмалы аурудың салдары тиді. Дәрігерлер жазған қағаздың жартысы ескі ауруларға толы. Тып-тыныш жұмыс жасайық. Әркім өз ісін жасасын. Бала-шағамызға қарай. Болашақты ойлайық. Ал біз халықтың өмірі үшін күресеміз. Қазір әр отандасымыз үшін күресуге және күресте ұтып шығуға дайын екенімізді дәлелдейтін шақ. Бұл ауруды әдемі жеңіп шығамыз.